Қайырлы күн достар, халдеріңіз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен бауырдан торт жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ет тартқыштан өткізілген бауырға сүтті, жұмыртқаны және де майдалағыштан өткізілген картоп, сәбіз, пиязды салып, жақсылап араластырып, оған дәміне қарай тұзын, бұрышын салып дәмін келтіреміз. Одан соң шамалы ұн және сұйық май салып араластырамыз. Мен сұйық май құйғанды көрсетуді ұмытып кеткенмін, бірақ сіздер міндетті түрде қосыңыздар. Дайын болған массаны қызып тұрған табада дәл осылай екі жағында пісіріп аламыз. Енді тортты жинап бастаймыз. Мен арасына майонезге сарымсақты араластырып жақтым. Сіздер де дәл осылай жағып, тортты жинап, өздеріңіз қалағандай әсемдесеңіздер болады. Немесе видеода көрсетілгендей етіп әсемдесеңіздер өте әдемі болып шығады. Достар, бұл тортты қонақтарға немесе мерекелік кештерге арнап жасасаңыздар болады. Өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Сондықтан сіздерге де міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Және де видеоға пікір қалдырып, жүрекшені басуды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.